Сәлематсыздар ма, балалар? Сәлематсыз. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырғым келіп тұр. Жұмбақ шешуге дайынбыз ба? Иә. Өртесеңде ермейді, тот баса шірімейді, өн бойына су сіңбейді. Бұл не, балалар? Тас. Өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Тастарды зерттейтін адамды биолог дейміз, иә, балалар? Бұлай болса, балалар, мен сіздерді биолог болуға өзімнің зертханама шақырамын. Саламатсыздар ма? Балалар, біздер апайымыздың зертханасына келдік, Менің зертханама қош келдіңдер балалар. Бұлай болса, қасымызды зерттейік, балалар. Қарайықшы. Тастарды алайық қолымызға. Апайдың басына тастап, қарайық. Тас қандай? Дұрыс айтасыңдар, қатты. Өте жақсы, балалар. Қояйық, тасымызды қояйық. Нені зерттейміз? Ауырлығын, жеңілдігін зерттейік. Сұлтан, сен тасын сала ғой, стаканына сал. Сала ғой. Апай суғып берсін. Жайлап сал. Көрінген ма? Иә. Су құйдым. Ал су құйғанда да біздің тасымыз көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па? Көрініп тұр. Өйткені су мөлдір, иә балалар? Иә. Енді Айсара, сен ағаш салып зерттейік. Алағы бір ағаш сал. Біреуін сал. Ауру болады қалай, ал ағаш жеңіл болады. Ағашқа қарай. Жоғары қарай не істеп жатыр сумен бірге? Көтеріп жатыр, иә. Мынау не? Құм, иә. Ал енді осы құмды Сұлтан мына қасықпен алып, Тағы да салыстырайық, салау. Тағы да біреу сал. Енді су құяйық, қарайық, мұқият қарайық, ал балалар. Қараңыздар. Не істеді құм? Сіңіріп кетті. Сіңіріп кетті. Өте дұрыс айтасыңдар. Енді келесі біз нені саламыз? Тас. Тасты салайық, қарайық, салау, бір тасты салау. Ой. Тағы да сал. Апай су құяды еді, қараңыздар. Ал қараңдар, су бар ма жоқ па стаканымызда біздің? Бар. Яғни тас суды тұрмайды, иә? сіңірмейді екен, иә? Себебі Иә. тығыз, сосын қандай? Қатты. Қатты екен. Жайлайсыңдар, балалар. Жастарды көрсе ме? Көлемі де әртүрлі болады екен, не ма? Иә. Мынау үлкен, кіші, қандай ма? Иә. Үлкен тас ауыр бола ма, жеңіл бола ма? Ауыр. Ауыр болады екен кішкентай тас, жеңіл болады екен, көрінді ме? Қандай әдемі, көрінді ме міне? Көрінді ме? Әдемі, иә? Енді алдымыздағы суретімізді осы таспен әсемдейміз. Кәне, көмектесейін мен Айсара сағанда. Иә. Көмектесейік. Әдемі болып жатыр екен. Кішкене жасайық. Ой, қандай әдемі шықты. Айсара, сен не құрадың? Көбейек. Көбелек құраған екен, өте дұрыс. Сұлтан не құрады сен? Құрт. Керемет көріне ма? Көбелекпен жаңағы біздер құртты тастардан бастырып құрастырдық, не балалар? Тасымызды бір-біріне соғып көрейікші, Айсара. Дауысын тыңдайық. Соқ. Қалай шығып тұр дауысы? Қатты. Қатты шығып тұр, дұрыс айтады. Ал енді келесі. Сұлтан, сен мына тастарды соғып көр. Түрлі түсті қағазды, екі тасты бір-біріне соғып көрейік. Соқ. Қалай шығып тұр дауысы? Дұрыс айтасыңдар. Яғни жасанды тастың дауысы жайлап шығады екен, иә? Иә. Балалар, біздер бүгін не жұмыстандық? Таспен. Тастармен жұмыстандық, дұрыс айтасыңдар. Тастардың түстері қандай болады? Қандай болады? Түрлі. Ал көлемдері де әртүрлі болады екен, иә? Иә. Үлкен болады, және Кішкентай. кіші болады екен, иә? Тас ауыр ма, жеңіл ма? Ауыр. Ауыр, дұрыс айтасыңдар. Суды, құм не істеді балдар? Суды Сіңіріп алды. Сіңіріп алды. Ал тас? Тасты сіңіріп. Тас сіңірген жоқ, қатты, тығыз екен, иә? Иә. Бір судың бетінде ағаш жүр ма? Көрінді ма? Иә. Ағаш суға батпайтын болғандықтан Ол жеңіл. иә, жеңіл. Олай болса, өзіміздің тобымызға қайтайық, апайымызбен қоштасайық. Сау болыңыз, апай. Сау болыңдар.